Сәлеметсіздер ме оқушылар? Нөмір 30 жалпы білім беретін мектебінің математика пән мұғалімі Төлеубаева Нұргүл Сүйгенбайқызымен біргесіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығару. Бүгінгі сабақта процентке берілген есептерді пропорция арқылы шығаруды үйренеміз. Сіздер білесіздер, күнделікті өмірде кездесетін проценттер, мысалға, сынып оқушыларының үлгерімі 100%, сүттің майлылығы 2,5%, банктың жылдық мөлшерлемесі 5%, тағысын тағылар. Алдымен мына мысалға берілген есепті қарастырайық. Нан пісіруге қажетті ұнның массасы піскен нан массасының 75%-ін құрайды. 10 килограмм және 400 килограмм ұннан неше килограмм нан пісіруге болады? 10 килограмм ұнды 100% деп белгілеп, X-ті 75% деп белгілейміз. Осыдан пропорция құрастырамыз. 100-ді 75-ге бөліп, осы есептегі X айнымалыны табамыз. 10-ды 75-ге көбейтіп, 100-ге бөлеміз. Осындағы X айнымалымыз 7,5-ге тең болады екен. Ары қарай, сол сияқты 400 килограмм ұннан неше килограмм нан пісіруге болатынын анықтайық. Олай болса, алдыңғы есептегідей пропорция құрап аламыз. 100-ді 75-ге бөліп, осы есептегі X айнымалын табу үшін 400-ді 75-ге көбейтіп, 100-ге бөлеміз. 400 бен 100-ді қысқартып, мына жерде бізде 4 аламыз. X тең белгісіз санымыз бізде 300 шығады екен, дұрыс айтасыздар. Келесі мысалды қарастырмас бұрын банк саласында қолданатын негізгі ұғыммен танысып алайық. Салық ол банктерде уақытша сақталатын, бірақ иесіне қайтарылатын ақшалай қаражат. Екінші, салымшы ол банктерге салынған ақша салымының иесі. Келесі ұғым банк проценттік сыйақы. Ол банктердің салымшыларға қаражатты шотта сақтаған үшін төлейтін мөлшерлемесі. Яғни адам банкке ақшасын салса, сол банк сол есеп шотында сақтағаны үшін оған үстінен проценттік мөлшерлеме төлейді. Енді біз осы ұғымдарды түсінген болсақ, келесі мысалды шығаруға көшейік. Зейнеп ата 10% жылдық өсіммен зейнетақысының 150 мың теңгесін банкке салды. Бір жылдан кейін Зейнеп атаның банктегі ақшасы қанша болады? Сонымен 150 мың теңгені біз 100% деп белгілеп аламыз. Білесіздер. Енді X ақшаны біз 110% деп белгілейміз. Осындағы банктың үстемемен қосқан ақшасын табу үшін пропорция арқылы біз X белгісіз санды табамыз. 150 мың теңгені 110-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз. Осындағы X-іміз 160 мың теңгені құрайды екен. Сонымен салымшының салған ақшасы бір жылдан кейін қанша болды екен? 165 мың теңге болды. Келесі мысалға концентрацияға қатысты есепті шығарайық. Алдымен есепті шығармас бұрын концентрацияға қатысты ұғымды біліп алуымыз керек. Бірінші, ерітіндінің массасы құрамындағы заттардың массасының қосындысына тең. Яғни, біз ерітіндіні бірнеше заттардың қосындысы ретінде алатын болсақ, онда сол ерітіндінің массасын табу үшін біз құрамындағы заттардың массаларын қосуымыз керек. Бірнеше ерітіндіні қосқанда, оның массасы сол ерітінділердің массаларының қосындысына тең болады.
яғни қосындыларына тең болады. Яғни біз бірнеше ерітінді қосып, жаңадан ерітінді алатын болсақ, онда ерітіндінің массасы сол берілген ерітінділердің массаларының қосындысына тең болу керек. Үшінші, ерітінділерді қосқанда ерітілген заттың да массалары қосылады. Яғни бірнеше ерітіндіні қосқанда құрамында ерітілген заттардың да массаларын қосуымыз керек. Біз осыған дейін ерітіндіге байланысты есептерді шығарғанда пропорция ұғымын пайдаланып, мынандай формула арқылы оның концентрациясын есептейтінбіз. Ал енді пропорция ұғымын білетін болғандықтан, ерітіндінің концентрациясын табу үшін келесідей пропорция құруымыз керек. Ерітіндінің массасын 100% деп, ал еріген заттың массасын P% деп белгілейміз. Осы арқылы пропорция бойынша ерітіндідегі еріген заттың концентрациясын анықтаймыз. Келесі мысалымыз, 30 грамм калийді 270 грамм суға еріткенде пайда болған ерітіндінің концентрациясы неше проценттік болады? Міне, көріп тұрғандарыңыздай, 270 грамм суға 30 грамм калийді араластырғанда калий ерітіндісі алынады. Осы есептің мазмұнына сәйкес мынадай шарт жазамыз. 30 грамм калийға 270 граммды суды қосқанда барлығы 300 грамм ерітіндінің массасы шығады екен. Бұл жерде 300 грамм барлығы болғандықтан оны 100% деп алып, 30 грамм калийді X% деп белгілейміз. Осы есептің шарты бойынша 30 грамм калийге 270 грамм суды қосқанда жалпы 300 грамм ерітінді алады екенбіз. Яғни 300 грамм бізде ерітіндінің массасы болып табылады. 300 грамм ерітіндінің массасын 100% деп алып, 30 грамм калийдің X деп аламыз. Яғни ерітіндінің массасының ішіндегі калийдің проценттік мөлшерін табу керек. Енді осы шартқа байланысты мынадай пропорция құраймыз. 300-ді 30-ға бөліп, 100-ді X-ға бөлеміз. Яғни мына пропорцияның құрамындағы X-ті табу үшін 30-ді 100-ге көбейтіп, 300-ге бөлеміз. Яғни X тең бізде 10% шығады екен. Яғни 300 грамм ерітіндінің ішіндегі калийдің проценттік мөлшерлемесі 10%-ді құрайды екен. Енді осы тақырыпқа байланысты келесі тапсырмаларды өзіміз шығарып көрейік. Келесі тапсырма массалары 120 кг және 80 кг болатын екі қорытпа бар. Бірінші қорытпаның құрамындағы мыс 31%, ал екіншісінде 25%. Екі қорытпаны қосып, үшінші қорытпа алынды. Ондағы мыстың концентрациясы қанша процент? Енді бұл есепті шығару үшін алдымен есептің мазмұнына жақсылап назар аударайық. Бұл жерде екі түрлі қорытпа берілген. Біреуі 120 кг, екіншісі 80 кг. Осы екі қорытпаны қосып, жаңа қорытпа алынды. Осы жаңа қорытпаның массасын табу үшін екі қорытпаның массаларын қосамыз. Сонда бірдей жаңа қорытпаның массасы 200 кг болады. Бұл есепті шығарған кезде кейбір оқушылар концентрацияларын қосып 56% деп алады. Бірақ ол дұрыс емес. Бұл жерде 31% және 25% массалары әртүрлі қорытпалардың проценті. Демек, олардың проценттері бірдей болуы мүмкін емес. Сондықтан бізге бұл жағдайда жаңа қорытпаның проценттік мөлшерлемесі белгісіз. Сондықтан біз оны X% деп белгілейміз. Енді біз бірінші қорытпадағы мыстың массасы неше килограмм екенін анықтайтын пропорция құрап алайық. Қысқаша шарт жазайық. 120 ол 100%-ті құрайды. Ал ондағы мыстың концентрациясы 31%.
массасы белгісіз болғандықтан x килограмм деп аламыз. Пропорция құрайтын болсақ, 120-ның x-ке қатынасы тең 100-дің 31-ге қатынасына. Бұл пропорциядан белгісіз x-ті есептейтін болсақ, ол тең болу керек 120 мен 31-дің көбейтіндісін 100-ге бөлгендегі өрнекке тең. Енді ары қарай x-ті есептеп 37,2-ге тең екенін таптық. Яғни 120 килограмм қорытпада мыстың массасы 37,2 килограмм екенін білдіреді. Енді біз екінші қорытпадағы мыстың массасын анықтауымыз керек. Бізде екінші қорытпадағы мыстың массасы белгісіз x килограмм, бірақ концентрациясы 25% құрап тұр. Қысқаша шарт арқылы пропорция құраймыз. Сонда 80-ның x-ке қатынасы тең болады 100-дің 25-ке қатынасына. Мұндағы белгісіз x-тің массасын табатын болсақ, 80-ді 25-ке көбейтіп 100-ге бөлгенге тең. Әрі қарай x-тің мәні 20-ға тең болады. Енді есептің шарты естеріңізде болса, біз осы екі қорытпаны қосып жаңа қорытпа алған болатынбыз. Ол 200 килограмм екені белгілі. Оның құрамындағы мыстың концентрациясы белгісіз. Оның концентрациясын табу үшін біз алдымен осы жаңа қорытпаның құрамында қанша килограмм мыс барын анықтаймыз. Демек, бірінші қорытпадағы мыстың массасы мен екінші қорытпадағы мыстың массасын қосып аламыз. Яғни, жаңа қорытпадағы мыстың массасы 57,2 килограммға тең. Енді осы қорытпаның массасы мен мыстың массасы арқылы біз осы қорытпаның концентрациясын табайық. Жалпы қорытпа бізде 200 килограмм, ол 100%. Ал ондағы мыстың массасы 57,2 килограмм. Оны x% деп белгілейміз. Пропорция құрамыз. Осы арқылы 200-ді 57,2-ге қатынасы тең 100-дің x-ге қатынасына. Осы жерде x-ті есептейміз. X-тің мәні 57,2-ні 100-ге көбейтіп 200-ге бөлгенге тең болады. X-тің мәні 28,6-ға тең екен. Демек, екі қорытпадан пайда болған жаңа мыстың концентрациясы 28,6%-ге тең. Қарбыздың жерге себілген 160 тұқымының 144-ті өніп шықты. Қарбыз тұқымының өнімділігі неше процент? Балалар, дұрыс айтасыздар. Жауабы қарбыз тұқымының өнімділігі 90%-ті құрайды екен. Келесі тапсырма олай болса. 150 килограмм жүзімнен 35 килограмм кептірілген жүзім алынды. Осындай 180 килограмм жүзімнен неше килограмм кептірілген жүзім алынады? Балалар, дұрыс айтасыздар. Жауабы 180 килограмм жүзімнен 42 килограмм кептірілген жүзім алуға болады екен. Ары қарай келесі тапсырмамыз. Салымшы банкке 10%-тік үстемемен ақша
10% үстемемен 1 миллион теңге ақша салды. Bir жылдан кейін салымшының ақшасы қанша теңге болады? Дұрыс балалар, жауабы 1 жылдан кейін 1 миллион теңгені 1 миллион 100 теңгеге қып қайтарып алуға болады екен. Бүгінгі сабағымызға қорытынды жасайтын болсақ, сіздер мәтінді есептерді пропорцияның көмегімен шығаруды білдіңіздер. Сонымен қатар банктың жылдық мөлшерлемесін қалай табуды, концентрацияға байланысты есептерді шығаруды үйрендіңіздер. Алдағы уақытта кездескенше сау болыңыздар.